Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз зәмзәм суының қасиеті мен ерекшеліктері жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Зәмзәм бойына шипалық әрі тойымдылық қасиеттерді жинаған ерекше су. Зәмзәм құдығы Меккедегі қасиетті құдық. Қағбадан оңтүстік шығысқа қарай 20 метр жерде, қара тасқа, яғни Хажар-ұл-Асуадқа қарама-қарсы орналасқан. Үсті күмбезбен көмкерілген бұл қасиетті құдықтың тереңдігі 42 метр. Судың атауына келер болсақ, Исмаил алейхи уәссәламның анасы Ажар анамыз жерден тоқтаусыз шығып бара жатқан суға зәмзәм, яғни тоқта деп әмір беріп, қолымен бүркемелейді. Сонда су баяулай түседі. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам бұлақты Ажар қолмен бүркемелеп тоқтатқандықтан зәмзәм деп аталған. Әйтпегенде су жайылып жан-жағын алып кетер еді деген екен. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 40 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Зәмзәм суының тарихы. Ибн Аббас радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам былай дейді: белдік таққан әйелдердің ең алғашқысы Исмаилдың анасы еді. Ол да белдікті сарадан ізін жасыру үшін таққан болатын. Одан кейін Ибрахим оны емшекпен қоректендіретін баласы Исмаилмен бірге Қағбаға, мешіттен биіктеу жерде шеткері орналасқан, кейіннен орнынан зәмзәм шыққан үлкен ағашқа алып келді. Ол кезде Меккеде ешкімде суда болмағанды. Ибрахим оларға бір қоржын құрма мен бір торсық су тастады да кейін қарай жүре берді. Ал Исмаилдың анасы соңынан еріп: «Ей Ибрахим, бізді адамы мен ештеңесі жоқ мына жапан далаға тастап қайда кетіп барасың?» деді. Ол бұл сөздерін қанша қайталағанымен Ибрахим оған қарамады. Сонда ол былай деп сұрады: «Алла осылай жаса деді ме?» Ибрахим «Иә» деп жауап берді. Ажар: «Онда ол бізді қараусыз тастамайды» деді де кері Исмаилға қайтты. Зәмзәм суының шығу тарихы да осы жерден басталды. Содан айдалада Ажар анамыз баласымен қалады. Өздеріне ыңғайлы кішігірім пана да жасап алады. Баласын бірде емізсе, бірде су беріп жылатпады. Бір торсық су көп ұзамай, тамшысы да қалмай таусылды. Қарны ашқан баласы жаны ұшыра жылағанда Ажар анамыз бір орында отыра алмады. Су іздеп жүгіре жөнелді. Сөйтіп Сафаның төбесіне келді. Айналаға көз салса ештеңе көрінбейді. Одан кейін Мәруаның төбесіне шығып қарады. Онда да ештеңе байқай алмайды. Осылайша 7 рет екі қырдың арасын жүгірген Ажар анамызға 7-шісінде Мәруа төбесінде ғайыптан бір дауыс естіледі. Ол бірден: «Ей дауыс, шаман келсе бізге көмектес» дейді. Кейін зәмзәм суы шығатын жерден Жәбірейіл алейхи уәссәлам періште көрінеді. Ол аяғымен яки қанатымен жерді қазады. Бір кезде жерден бұлақ атқылап шыға бастайды. Мұны көрген Ажар қуанып, тоқтаусыз ағып жатқан бұлақты бүркемелеп: «Зәмзәм, тоқта» дейді. Ана мен бала судан шөлдері басылғанша қанып ішті. Кейіннен бұл жерге Жарқам тайпасы мекендеп, бірталай уақыт өткеннен кейін бұлақ қайта бітеліп қалады. Зәмзәмнің келесі шығу тарихы былай болған. Хашимнің 4 ұлының бірі Әбдімүттәліп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның көкесі еді. Сол Әбдімүттәліп Хыжыр деген жерде Қағбаның көлеңкесінде ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бір кісі келіп: «Тайбаны қаз» дейді. «Тайба деген не?» деді Әбдімүттәліп түсінбей қалып. Келесі күнгі түсінде тағы да әлгі адам келіп: «Мадмунаны қаз» дейді. «Мадмуна деген не?» деп тағы түсіне алмайды. Үшінші күні түсінде әлгі кісі: «Зәмзәмді қаз» дейді. Осы жолы Әбдімүттәліп сұрағанына жауап алып қалғысы келіп: «Зәмзәм деген не?» дейді. Зәмзәм таусылмайтын және өте терең ерекше су. Қажылардың шөлін басуға қажет.
Ол құрбандардың қанағатын жер мен қалдықтар тасталатын орынның арасында орналасқан. Ол жерді ала қанатты қарға тұмсығымен шұқып тұрады. Жанында құмырсқаның илеуі де бар. Сөйтіп Әбдімүтәліп баласы Хариспен ол жерді қазып, алдымен қазынаға жолығады. Әрі қарай қазғанда Зәмзәм суының көзі қайта ашылып, ел игілігіне берілген еді. Зәмзәм қандай мақсатта ішілсе, сол болады. Ибн Аббас радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Зәмзәмді не мақсатта ішсең, сол үшін болады. Оны емделу үшін ішсең, сені Алла емдейді. Егер сен оны қарныңды тойдыру үшін ішсең, Алла сені тойдырады. Егер шөліңді қандыру үшін ішсең, Алла шөліңді басады. Егер оны жәрдем тілеп ішсең, Алла сені қорғайды. Ұлы ғалым Тажаддин өзінің бір кітабында ұлы ғалымдардың бірі Мұхаммед ибн Асхақ ибн Хузейм жайында жазғанында мына оқиға баяндалады. Бірде сол кісіден осыншама білімді бағындырып, биік дәрежеге қалай жеткені жайында сұралғанда, ол былай дейді: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Зәмзәмді адам не үшін ішсе, сол орындалады деген. Мен соны ескеріп, білім алу үшін дұға қылып ішкен едім, Алла тағала менің дұғамды қабыл еткендей деген екен. Ислам ғұламаларының көбісі Зәмзәм суын керекті нәрселеріне ниет етіп ішіп, Алла тағаланың қалауымен сол ниеттеріне жеткендері айтылады. Абдулла ибн Мүбәрак Зәмзәм суынан ішерден алдын ала: «Уа Аллам, мен бұл суды қиямет күні шөлдеуден сақтанып ішіп отырмын» деген. Ибн Хузейм Зәмзәм суын Алла тағаладан пайдалы ілім нәсіп етуін сұрап ішкен көрінеді. Халил ибн Ахмад әлі ешкім жете қоймаған білімді Алла тағаладан сұрап Зәмзәмнан ішкені айтылады. Кейіннен қырағат ілімінің негізін салушы болған. Зәмзәм суының құрамы. Пәкістандағы хадж оқыту орталығының аналогты зерттеулерінің нәтижесінде Зәмзәм суының ерекшелігі ешбір суға ұқсамайтындығы дәлелденді. Хадж оқыту орталығының атқарушы директоры Сами Ункави былай дейді: Біз зерттеу барысында әрбір тарту алған сайын жаңа су алып отырдық. Зерттеулер көрсеткендей, Зәмзәм суынан бірде-бір микроб табылмады. Біз Зәмзәмді басқа заттардың әсерінен, мысалға ыдыстармен тасығанда, құбырлармен тасымалдағанда, құрамы бұзылатын шығар деп ойлағанбыз. Бірақ ол еш ластанбай таптаза күйінде қала берді. Бұл оның ерекше табиғилығының әсері. Бір таңғаларлығы, бұл құдық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманынан келе жатса да, әлі таусылмақ емес. Кез келген құдықты алсақ, қанша тұруы мүмкін? Ары барса 50 немесе 100 жыл өмір сүретін болар. Онда да оның суы өзгереді, не болмаса мүлдем құрып кетеді. Зәмзәм құдығы әрқашан сол қалпында, ешқашан суы таусылмайтын секілді көрінеді. Еуропалық зертханаларда зерттелген Зәмзәм суының зерттеу нәтижесі басқа зертханалардан алынған нәтижелермен сәйкес келген. Басқа суларға қарағанда Зәмзәм суында кальций тұзы мен магнийдің көптігі анықталған. Зәмзәм суы минералды су. Сулар құрамындағы минерал заттардың құрамына қарай ажыратылып, 3 түрге жіктеледі. Құрамында минерал заттар аз болатын сулар 1 литр суда 50 мг минералды тұз болады. Заттар орташа болатын сулар 1 литр суда 500 мг минералды тұз болады. Минералды заттарға бай сулар 1 литр суда 1500 мг минералды тұз болады. Ал Зәмзәм суының құрамындағы минералды заттардың мөлшеріне келер болсақ, онда 1 литрге 2000 мг минералды тұз болады. Сондықтан да Зәмзәм суын минералды сулардың төресі деуге толық негіз бар. Дәрігер Ахмал әл-Мухандис былай деп тұжырымдайды: Зәмзәм суы ең таза су. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен дәлелденген. Профилактикалық сараптама нәтижесінде Зәмзәм суының таза, түссіз, иіссіз екендігі, аздаған спецификалық дәмі бары анықталды. Судағы натрийдің көп мөлшерлілігі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының барлық талаптарына жауап береді. Зәмзәм суының емдік қасиеті. Зәмзәм суының емге қолдануда айтарлықтай маңызы бар.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл ерекше судың түрлі ауруларға ем екендігін өзінің көптеген хадистерінде айтқан. Ибн Қайым зәмзәмнің емдік, тойдыратын қасиеті жайында: мен және көптеген адамдар зәмзәм суының емдік қасиетін тексеріп көру барысында таңқаларлық жайттарға куә болды. Мен ем ретінде ішкен едім, Алла тағаланың қалауымен жазылдым. Сол судан ішіп, көпке дейін аштықты сезбеген адамдарға да куә болдым дейді. Имам Бұхари жеткізген хадисте Айша радиаллаху анху анамыз былай дейді: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адауимен де, қираппен де терден жасалған ыдыс су тасып, ауруларды ішкізді. Зәмзәм суының көптеген қатерлі ауруларды жазғанына адамдар куә болған. Мысалға алатын болсақ, көздегі дақты, кератитті кетіргені, қатерлі ісікті емдегені, несеп жолдарындағы тасты шығарғаны әмбеге аян. Зәмзәм суының қатерлі ісікті емдегені бұқаралық ақпарат құралдары беттеріндегі айтылып та, жазылып та жатты. Әрине, барлығына бірдей бұл судан шипа табыла бермес. Шипа беруші Алла тағала қаласа қарапайым судан да ем қондырады. Алайда бұл жерде зәмзәм суының алар орны ерекше. Қазір зәмзәм суын бүкіл әлемге мойындап жатқан жайы бар. Сонымен бірге зәмзәм суы суық тиюге, тұмауға қарсы ем екендігі айтылған. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: суық тию, яғни ыстығы көтерілу, бұл тозақтың тынысы секілді. Сондықтан оны зәмзәм суымен салқындатыңдар деген екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа хадисінде зәмзәм суы ауруға шипа, тойымды су десе, тағы бір хадисінде әлемдегі ең жақсы су зәмзәм суы, оның жағымды дәмі бар, әрі ауруларға ем деген. Зәмзәм суы құпиялық жағынан алда тұр. Ол құпияны қай мақсатта ішетініңіз жайлы хабар бергенде ғана аша аласыз. Бұл оның ең басты қасиеті де. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесіде қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.